Бір күні батыр Баукең бүкіл әскерімен немістердің қоршауында қалады. Ашыққан әскеріне қайыңның сорпасын беріп, әлдендіріп, енді жау ортасынан шығудың жолын іздейді. Баукеңнің досы: құтқаратын бір Құдай ғана, сен маған мына сарбаздарыңның арасынан Ясин сүресін білетіндерді тауып бер, деген екен. Баукең сөзге келмей 4 адамды тауып, Ясин сүресін әскерлердің арасын аралатып жүріп оқытқызады. Сосын әскердің қазағы, орысы демей, бәрінің тілін кәлимаға келтіріп, сүренің 8-ші аятын жаттатады. Түнде 2 бас намаз оқытып, таң ата бастағанда қоршаудан шығуға қамданады. Әрбір әскер осы 8-ші аятты оқып, қатардан қалмай, жан-жағына қарамай, бір-бірімен сол дұғадан басқа дүниелік сөзді айтушы болмасын. Әсіресе немістер жаққа басын бұрып қараушы болмасын, деп қатаң шарт қояды. Солдаттар 4 жағынан Ясин сүресін білетін 4 адамды қойып, Баукеңді әскердің нақ ортасына қояды. Бұлар жүріп бара жатқанда 2 шақырымдай жерде немістер жан-жағына көз салып қарап тұрады, бірақ бұларды көрмейді. Сөйтіп немістің 3 қоршауын кешіп өтіп, 18 шақырымды артқа тастап, орманға кірер тұста, артқы жақта қалған соңғы бөлімнің бір орыс солдаты көрмей тұрған немістер жаққа қарап, күбірлеп, сол тұста шайқас басталып кетеді. Сүрені оқыған 4 адаммен бірге бірнеше солдат шейіт болады. Кейін Ясин сүресін оқып, аман шыққанына көзі жеткен Ворошилов осы оқиғаны Сталинге жеткізеді. Сталин сол кезде Мәскеуді қорғау үшін Бұхарадан 40 қариды шақыртып дұға оқытқан деседі.